Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында 2021 жылы 18 наурыз күні сағат 11-де Шығыс Қазақстан өнер музейінде Шуақты наурыз атты мерекелік іс-шара өтті. Добрый день, уважаемые друзья! Дәстүрімізге айналған ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі құтты болсын. Күлімдеген шуақты көктемге бірге Қазақ даласында жер әлемді жайнатып, әнші құстарды сайратып, Наурыз тойын тойлатып, жаңа жыл келді. Құттықтау сөз Шығыс Қазақстан облыстық өнер музейінің директоры Бұябаева Бегайым Қасымхановнаға беріледі. Сәлем бердік, сәлем беру халқымыз, сәлемменен басталады халқымыз дейді. Сәлеметсіздер ма, құрметті қонақтар, құрметті әріптестер. Міне бүгін ұлы тойымыз әз наурызымыздың 5-ші күні тойланғалы жатыр. Бүгін өнер музейі игі істер күнінде бір үлкен игі шараларды бастап кетті. Бүгінгі іс-шарамыз Наурызға арналған іс-шараларымыз Наурыз философиясы деген көрмемен ашылған болатында, бүгін енді соның жалғасын осы сахнада табуда. Құрметті әріптестер, құрметті қонақтар, Наурыз мерекесі әр қазақстандық үшін өте сондай күшті мереке, позитивтік мереке деп ойлаймын. Өйткені Наурыздың басты мақсаты жақсылықты дәріптеу, адамгершілікті, игі істерге, құлшылдыққа, осылардың бәрі міне жақсылыққа, ең басты бір-біріне деген жақсылық қарым-қатынасқа дәріптеу болып табылады. Сондықтан әр шаңырақта жақсылық болсын, әр шаңырақта құт береке болсын, наурызымыз тек жақсылығымен келсін, ақ мол болсын, іргеміз әрқашанда берік болсын, Қазақстанымыз гүлдеп жайнай берсін, мереке құтты болсын. Енді осындай игі істер күні біз де шеттен тыс қалған жоқпыз. Осы жылда Ақбота Болат деген қызымыз бар. Сол баламызға біз жылда өзіміздің ұжымның атынан көмек көрсетеміз. Сондай көмекті міне бүгін бізде тағы да көрсеткелі отырмыз. Осы іс-шарадан кейін барып, үйіне барып, ол бала келе алмады. Осы жұрт жайында көресіздер бүгін. Ол бала келе алмады, сондықтан үйіне барып, осы жақсы ізгі тілегімізді табыс етеміз. Баршаңызды тағы да Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Құтты болсын. В 2021 году Наурыз празднуется в рамках 30-летия независимости Республики Казахстан. В стране разработана новая концепция праздника, которая ставит своей целью укрепление семейных ценностей, сохранение единства и согласия народа, развитие культуры, благотворительности. 2021 жылдың ақпан айында Қазақстан даму институты әзірлеген жаңа тұжырымдамада Наурыз мейрамы 10 күн ішінде аталып өтетіні, әр күннің өз атауы болатыны туралы жазылған. Весь народ Казахстана отмечает этот светлый, добрый праздник с 14 по 23 марта.
Сегодня мы хотим рассказать о значении каждого из этих 10 дней. 14 Наурыз көзі күні. Адамдар бұл күні арасындағы бұрынғы өкпе ренішін кешіріп, араздықты ұмытып, бір-біріне амандық саулық тілейді. Көктемге аман есен жеттік деп дастархан жайып, үлкендерге сәлем беріп құттықтап жатады. Бұл күнді амал мерекесі деп те атайды. 14 марта – день встречи. В этот день все поздравляют друг друга с благополучным наступлением весны, желают здоровья, удачи, прощают все обиды, оказывают дань уважения старшему поколению, ходят друг к другу в гости. Армысыздар менің алтын ауылдастарым, көрдегенсіздерді қай заман, көрсетінде күн бар екен ау, амансыздар ма? Амансыздар ма? Ұлысың болсын, ақыл болсын, Наурыз құтты болсын. Бәрекелді, еліміз берекелі, жеріміз берекелі болсын. Ақ бол, әрине, Көрші туыстар еңгіме қараңыздар. Мынандай қыстан өтіп, аман есен өзіміз бір-бірімізбен қауышып, көрісіп тұрғанымыз бір тамаша емес пе? Солай ғой, керемет осылай кездесіп, қауышып тұрғанымызға, бір-бірімізге жақсылық тілеп тұрмыз. Әрине жақсы осындай себеп. бәрекелді, енді не тұрыс? Енді не тұрыс? Менің құрметті Құдай қонағым болыңыздар, үйге кіріңіздер, өтіңіздер, ауыз бөлешіңіздер. 15 марта – день Жайляу. В этот день люди не только отдыхают на природе, но и очищают родники, занимаются уборкой территорий, высаживают деревья. 15 Наурыз жайлау күні. Бұл күні адамдар табиғат аясында серуен құрып қана қоймай, ондағы қоқысты тазартып, тал егіп көшет отырғызады. Бұл өскелең ұрпақтың экологиялық, зиянкерлік санасын дамытуға септігін тигізеді және денсаулығын жақсартады. Нұрның шуағы, ауыл жасы жиналып, тазартады бұлатты, отырғызып көшетті, игі іс қылды қария, жағалауы тазарып, сарқырайды дәрия. Киелі құт, жері жоқ, жер дейтұғын ана бар, аманатқа қалдырған алтын бесі бабалар. 16 Наурыз шежіре күні. Бұл күні отбасының, ел жұрттың, жеті атаның тарихы айтылып, шежіресі таратылады. Сонымен қатар жұртшылық мал сойып, өткен кеткен ата-бабаларына құранда бағыштайды. 16 марта – день памяти. В этот день особое внимание уделяется изучению родословной семьи, близкому общению со старшими родственниками, родителями. Считается, что знание родословной до 7-го колена является обязательным для каждого казаха. Олай болса, өзінің шежіресін айтып беруге келіп отырған Шабыт студент жастар театрының әртісін құрметпен қарсы алайық. Ассалаумағалейкум баршаңызға, мен келіп жеткен мереке құтты болсын. Баршаңызды ұлыстың ұлы күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ал енді өз шежіремді айтатын болсам, жалпы шежіре деген бұл әрбір халықтың немесе рудың тараудың баяндайтын тарих болып табылады. Бұны әр қазақтың баласын білуі тиіс. Өзімнің шежіремді айтатын болсам, ең алғаш өзім Суан бағыс руынан боламын. Ертеде шежіреде жазылғандай Суан, Дулат, Албан үшеуі туыс болып келеді деп жазылған. Ал кейіннен өз ағаларынан қысым көрген Суан, Албан және де Дулаттан бөліп шыққан деседі. Ал енді өзімнің руымның жеті атамды айтатын болсам, қазақта сөз бар, жеті атасын білген ұл жеті жұртқа жөн айтады. Жеті атамды айтып өтетін болсам, ең әуелі Сыпатай, Сыпатайдан Әуелбек, Әуелбектен Қаңтар, Қаңтардан Шоңғар, Шоңғардан Дүйсебай, Дүйсебайдан Нұрмахан. Рахмет. 17 Наурыз тарихқа тағзым күні. Мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балалардың санасына ұлттық құндылықтарды сіңіру, оларды ұлттық рухпен тәрбиелеу, сондай-ақ тарихын білуіне, еліне, жеріне деген сүйіспеншілікті арттыру мақсатында ұлттық, тарихи, өлкетану, өнер және әскери музейге апару жоспарлануда. 17 марта – день истории. В этот день младшему поколению рассказывается об истории своего народа, о героях, внесших вклад в борьбе за независимость и свободу нашего государства.
Осы орайда тарихқа шолу жасап өтейік. Бәрекелді, тарихқа қағазым ретінде көз алдарыңызда қазақтың тұлғалан шебері, көрнекті суретшісі Есенғали Садырбаевтың алтын қорушы сақта туындысына тоқталып өткіміз келеді. Ең бірінші Есенғали Садырбаев қазақтың көрнекті ғалымы, тарихшысы, әлемге алашты қазақты сақтардың әлемінің тарихын танытып жүрген зерттеуші Қамашпен бірге қызмет жасап, бірге осы қазба байлықтардың қалай көрілген, қалай алынған барлығына куә болып өз көзімен көрген болатын. Енді сақтар тарихына тоқталатын болсақ, сақтар біздің елімізден бұрынғы 1000 жылдықтарда өмір сүрген. Тарихшылардың айтуына қарағанда Үндістан, Ауғанстан, Қазақстан және Орта Азия жерлерінде мекендеген. Сақтарды өздері сақ немесе сақар деп атаған болса, сақтарды гректер скиф деп атаған. Оған дәлел тарих атасы Геродоттың тарих кітабындағы 5-ші томда азиялық скифтер деген жазбасы дәлел болады. Сақтарды парсылар жаңағы құдіретті еркектер деп атаған болса, ирандықтар жүйрік атты туралар деп атаған. Ғалымдар жалпы сақтарды 3 топқа бөліп қарастырады. Бірінші шошақ бөрікті гиграфол сақтары, екінші қауымға сосын жасайтын қауымға барған сақтары, үшінші әрине Арал бойын Сырдарияны жетісу өңірін мекендеген теңіздің ары жағындағы Қарадария сақтары деп атайды. Біздің Шығыс Қазақстан өңірінде, Берелде, Шіліктеде, Шыңғыстау өңірінен осы сақтардың құнды жәдігер мәдениеттерін табуы бізге үлкен мақтаныш екенін айтқымыз келеді. Я представляю картину Сейсенхана Махамбетова, которая говорит о современности и посвящена она городу, который постановлением правительства в декабре 1997 года был объявлен столицей республики первого независимого государства в Казахстане. Сейчас мы этот город не без основания называем Нур-Султан, отдавая дань уважения инициативам первого президента республики, согласно которым город Целинников был проектирован знаменитыми архитекторами со всего мира, и он стал столицей мирового уровня. Если говорить о самом художнике, то он не только член Союза художников, он известный общественный деятель, он участник множества международных и республиканских пленэров. Используя специальные художественные средства, он обычный городской пейзаж превращает, в общем-то, в символическую картину. Ну вот посмотрите, на первом плане группа детей. Это уже какой-то сюжет. Дети – это символ будущего. В центре композиции, посмотрите, там, где точка схода в перспективе, находится Байтерек, который давно стал символом Казахстана. Посмотрите, здесь птицы. Это же голуби. Голубь – это символ мира. А вот особенно мне летящий голубь нравится. И голубь – это символ свободы. Вот таким образом художник в такой романтической подаче обычный городской пейзаж делает символической картиной. Эта картина с ее небом великолепным излучает эмоцию радости. Это символ нашего времени. 18 наурыз игі істер күні гуманитарлық университетінің филология факультетінің бірінші курс студенті, бірінші топтағы мүгедек, қазіргі таңда ақылы білім алуда. 18 марта – День добрых дел. У Айтылкын непростая судьба. Она живет вдвоем с бабушкой в общежитии университета. Но несмотря на жизненные трудности, никогда не унывает, стремится к новым знаниям. Айтылкын талантливая, одаренная девушка, пишет стихи и прекрасно их читает. К сожалению, сегодня она не смогла приехать, поэтому мы сами к ней сегодня поедем в гости. 19 наурыз шымырлық пен шеберлік күні. Бұл күн ұлттық спортқа арналады. Ересектерге арналған көкпар, бәйге, қыз қуу аударыспақ ұйымдастырылады. Ал балалардың асық ату, ләңгі, дойбы, тоғызқұмалақ, арқан тартыс, қар киіп жарысу, жаяу тартыс, садақ ату, тағы басқа ойындар ойнауына арналып, арнайы орындар жасалады. 19 марта – День здоровья и мастерства. Этот день посвящен национальным видам спорта и казахским народным играм. Сейчас мы вам покажем казахскую национальную игру «Тугыс Кумылак». Экранда көріп тұрған қазақтың ұлттық ойыны тоғызқұмалақ ойыны. Бұл ойынның шығу тарихына тоқталатын болсақ, ерте замандарда біздің ата-бабаларымыз жайлауда, қыстауда тұрған кезеңдерде қой бағып жүріп
ұлттық ою-өрнегі ою-өрнектер өте көп түрлері. Ою-өрнектер үй жиһаздарында атап өтсек, ол текемет, сырма, кілем және зергерлік бұйымдарында кездеседі. Назарларыңызға рахмет. 20 наурыз зияткерлік күні. Осы күні балалардың зияткерлік әлеуетін ақыл-ойын дамыту мақсатында мақал-мәтелдер, жұмбақтар, жаңылтпаштар, жырлар мен эпостардан үзінділер айтылады. 20 марта – День мудрости и знаний. В этот день проводится знакомство с национальным фольклором, пословицами, скороговорками, загадками, отрывками из эпосов. Изначально наш музей работает в разных сферах искусства, в том числе и литературы. И сейчас к вашему вниманию парад скороговорок и пословиц. Бұл шеруді алдымен жаңылтпаштардан бастаймыз. Ара-ара аралар, орман үшін аралар. Гүлден сор бағалар, бақ тәтті ғой балалар. Дегенде айтай қарбай, бойыңды мал жусанға жайтай қарбай, тай қарбай, май қарбайлар толып жатыр, айтай қарбай дегенің қайтай қарбай. Сыздық судан сүлік сүзді, сыздықтың сүлік салмасын үзді, салмадан сүлік сытылып шығып, суға барып сумаңдап жүзді. Ала қарғаларға қара қарғалар үйір, қара қарғаларға ала қарғалар үйір. Мақал-мәтелдерге берсек, жаңбыр жауса жер ырысы, батыр туса ел ырысы. Өнер алды қызыл тіл. Қыз өссе елдің көркі, гүл өссе жердің көркі. Оттан да ыстық. Рахмет. Осылайша сіздерге жаңылтпаштар мен мақал-мәтелдердің кішігірім шеруін көрсеттім. 21 наурыз ұлттық тағамдар күні. Бұл күні әр үйдің дастарханында ұлттық тағамдар самсап тұрады. Қазақтың ас мәзіріндегі көптеген тағам түрлері әзірленеді. Әсіресе ұмыт бола бастаған, кең таралмаған тағамдарды жасаудың әдістері үйретіледі. 21 марта – День национальной кухни. В этот день в каждом доме готовятся разнообразные блюда национальной казахской кухни, которых у казаков насчитывается более 200 видов. Ұлыстың ұлы күні, 7 тағамнан жасалатын наурыз көже. Әлемде еш теңдесі жоқ. Қазақтың төре дастарханының төбе дәмі, ұлттық ұлық асымыз ет. Қазақтың ұлттық тағамы ұннан жасалатын ең дәмді де, ең әдемі тағамы бар болса. Әр жұма сайын пісірілетін қазақтың дәмді желпегі. Мен шай дастарханына қойылатын қазақ халқының ұлттық тағамы. Сүттен жасалған ұзақ сақтауға арналған ұлттық тағам. Қымыз, бие сүтінен жасалатын қазақтың ұлттық сусыны. 22 наурыз ұлыстың ұлы күні. Бұл күні күн мен түн теңеледі. Табиғатта, жер-анада, жан-жануарда түлейді, жаңарады. Адамзаттың бойында қан жүгіріп, тал-теректер бір жік жарады. Қазақтың сайын даласын Қызыр баба кезіп, адам баласына құт береке мен бақ дәулет сыйлайды. 22 марта – Великий день Наурыза. В этот день организуются массовые гуляния. Люди разных национальностей дружно встречают праздник чистоты, искренности и очищения. 22 марта Наурыз встречают не только в Казахстане, но и в Узбекистане, Таджикистане, Азербайджане, в Индии, Греции и даже на Украине. Вітаємо зі святінням!
дәстүрлер айшықталады. Ұмыт бола бастаған жоралғылар жаңғыртылады. Барлары заман талабына сай дамытылады. Салт дәстүрдің ырымның адам мен қоғам өміріндегі маңызы түсіндіріледі. 23 марта – День семейных традиций и обрядов. В этот день вспоминают и проводят национальные ритуалы и обряды. В этот день принято дарить подарки своим близким. Сырға салу, қыз ұзату, келін түсіру жоралғыларынан бөліп жасалатын дәстүр. Назарларыңызға сырға салу рәсімін ұсынамыз. Бәрекелді, көптен күткен, армандаған алтын келінімізді көретін уақытта жеткен екен. Қызымызды көріп, аналары сырғасын салып, рахметімізді білдірсек, жөн болар еді. Соған келдік қой. Сырғаның сары құлағына салайын. Құлағына жаман сөз естілмесін. Сені алдында жаңа үй, жаңа достар, жаңа өмір күтіп, бақытты бол. Қана кетейін, алтын сол, енді біздің шағарымызды бүлдірбеті бақыттылар бол, өзінде жолың ашылсын айналайын. Бәрекелді әжелері, қазақ айтады ғой, ұрмал тоң болмайды, жол болады дейді. Мал ақылын айтып жүрген алтын жеңгелеріне, ақжаулықта әжесіне көрімдік берсек жөн болар. Өзімнің жаңағы зергерлік ұстаханында жасалған, алтыннан жасалған білезіктер табыс етейін. Жеңгелеріне көрімдік Қуаныш екі жақта бірдей болсын. Балаларымыз бақытты болсын. Судай сынып, балдай батабай бақытты болар. Рахмет. Бәрекелді, екі еліміз келеге теңіз болдық, той қыласың енді. Тойда жолға. Көкшілік жаңалықтай шешек тағып келді көктем. Жұбадай замалы тербетіп даланы сүйіп кеткен. Көкшілік жер тамаша, оймай қыз қараса. Онан тоқты биік, тойлайды қиық, тойлайды қыз қараса. Шайқасып көрген, аңсап весенним праздником. Пусть каждый день пробуждения весны, каждый солнечный луч приносит в ваш дом счастье и благополучие. Құрметті достар, сіздерді келіп жеткен Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Қажымас қайрат, зор денсаулық, мол бақыт тілейміз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.